Сәлем, каналымға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен әдемі сигара бөлек әзірлейміз. Сырты қытырлақ, іші жұмсақ сырға толы. Алдымен каналымға тіркеліп, лайк басып, менімен бірге болыңыздар. Картоптарымызды 3-4 бөлікке бөліп турап аламыз. Туралған картоптарымызды ыдысымызға саламыз. Üstüne su құямыз. 1 шай қасық тұз саламыз. Газге пісуге қоямыз. Бүгін мен Эмирдің моцарелла деген сырын қолданатын боламын. Бұл сырдың маған ұнағаны өте жеңіл, піскен кезде созылмалы болып келеді. Видеодағыдай сырларымызды турап аламыз. Осылай таяқша формасында тураймыз. Осындай қалыңдықта болғаны жеткілікті. Дайын лаваштарымызды ортадан бөліп кесеміз. Бір-бірінің үстіне қойып, тағы ортадан кесеміз. Осылай істесеңіздер, сіздің лаваштарыңыз барлығы бірдей формада шығады. Піскен картопымызға тұз себіп, вилкамен езіп шығамыз. Дәміне қарай қызыл бұрыш, қара бұрыш қоссаңыздар да болады. Лавашымызға сырды қойып, видеодағыдай ораймыз. Тұқымның ағын жағамыз, ашылып кетпеу үшін. Осылай форма шығарамыз. Лавашымызды жаямыз, картопымызды салып, дәл солай орап бөгіп шығамыз. Тұқымның ағын жағып, осындай ұзын таяқша форма шығады. Тапамызға майымызды құямыз. Көп май қажет емес. Лаваштарымызды қуыра бастаймыз. 2-3 минутке қуырылып дайын болады. Себебі картошкамыз, лавашымыз дайын піскен заттар. Сырымыз сәл еріп, лавашымыздың сырты қызарса жеткілікті. Осылай қызартып аламыз. Міне, бөлектеріміз дайын. Өте керемет, қытырлақ, іші жұмсақ болып шығады. Таңғы асқа дайындап көрсеңіздер болады. Сізге дәмді әрі оңай рецепттер ұнаса, менің каналымға тіркеліп алыңыздар.